Жалпы бұл жерде сұрап отқаны халықтың қаржысы ғой. Сондықтан да мен өткенде жаздым, халықтың қаржысын сұраған Ақжолды айыптамау керек, қайта алғыс айту керек деп, бұл жерде бірінші мәселе. Екінші мәселе, жаңа Бекең дұрыс айтты, біздің ол санаулы мектептен келген ұлтшыл министрлердің бірі. Ең көп біздің Қазақ үні газетінде мысалы қолдайтын, ең көп мақтап жазылатын министріміз. Ол тілді, мемлекет тілді дамытып жатыр, мектептерде дамытып жатыр. Мысалы кешегі біздің Ақжолдың несі шыққаннан кейін әліппені қайтарған министрді неге кінәлайсыңдар дейді. Сонда біз қазақ халықтың ақшасын сұрамауымыз керек пе біріншіден. Екіншіден, әліппені қайтарған министр Аймағамбетов түгіл, әліппенің авторы Ахмет Байтұрсынұлы министр болса да халықтың қазынасына қаржысының қайда кеткенін есеп беру керек деп есептейміз.